Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 74-ші сабақ өтірік өлең құрастырамын тақырыбын өтетін боламыз. Өтірік өлеңдер тапқырлыққа құрылған күлкілі оқиғаға толы халық шығармасы. Бірінші тапсырма. Өтірік өлеңді жатқа айт. Ши тоқыдым шиеден, теңіз кештім түйемен, күйме жасап инеден, үй тұрғыздым түймеден. Екінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Өтірік өлең. Бірінші оқушы. Айттым да өтірік өлең айла қылдым, кесіп ап бетегені найза қылдым. Торғайды 3 қонаққа сойып беріп, жарты етін алып қалып, пайда қылдым. Екінші оқушы. Дүниеде болады екен қоян мықты, жабылып 15 жігіт зорға шықты. Соғымға сойған едім семізін ай, бүйрек майдан басқасы 5 қап шықты. Үшінші тапсырма. Оқушылар қандай өтірік өлең айтты? Қара сөзбен әңгімеле. Бірінші оқушы өлеңінде өзіне ойдан шығарылған әңгімелер айтып тұр. Ол торғайды 3 қонаққа сойып бергенін, бірақ жарты етін өзіне алып қалғанын айтады. Яғни бұл оқушы өтірік айтып, өз әрекетін қызықты әрі ерекше етіп көрсеткен. Екінші оқушы өлеңінде қоянның күшті екенін айтып, 15 жігітті жеңгенін, соғымға сойғанда семізінен басқа барлық бөлігі 5 қап етке шыққанын айтып, әңгімесін асыра сілтейді. Бұл да ойдан шығарылған күлкілі әрі шындыққа жанаспайтын әңгіме. Қара сөзбен айтқанда, екі оқушы да өз өлеңдерінде қиялға негізделген, шындыққа келмейтін, қызықты әрі асыра сілтелген оқиғаларды айтып отыр. Төртінші тапсырма. Суретке қарап, өтірік өлеңді толықтыр. Дүниеде болады екен қоңыз мықты, арқанды үзіп қорадан атып шықты. Мініп алып қоңызды өлеңдеттім, әп сәтте қоянды мен қуып жеттім деп өтірік өлеңді толықтырдық. Бесінші тапсырма. Мағынасына қарай өтірік өлеңнің ұйқасын тап. Балалар, бізге мағынасына қарай өтірік өлеңнің ұйқасына қажетті сөздерді берген. Қажетті сөздер қойдым, қатады, атады және де ойдым деген сөздер. Олай болса, осы сөздерді мағынасына қарай қойып, өлеңді оқып шығайық. Естімеген елде көп, шілдеде мұз қатады, қоян мылтық атады, қалам ұшпен мұз ойдым, қайнатуға тұз қойдым. Өлең авторы Ермек Өтетілеуұлы. Алтыншы тапсырма. Өзің қандай өтірік өлеңдер оқыдың? Айтып бер. Міндім де осырақ қоңыз аяңдаттым, болдыртып аяғына қояндаттым. Апырай, сол қоянның семізін ай, көтеріп қоңызыма қоя алмаппын. Екінші. Дәл Марстың өзінде тұрушы еді ағайым, іздеп соны өзімде қыдырып бір барайын. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше, сау саламатта болыңыздар.